Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды сүйікту сабағынан бастайық. Қазір сіздермен біз бір видеоны көрейік, соны қайталаймыз, бір серіге болады. Осы видеодан қайталауымыз керек. Көңілімізді көтерейік. Қайталаймыз. Атамыз. Керемет. Бұраймыз былай. Жақсы, жарайсыздар, соңғы кезек. Сая қалды. Тамаша балалар, ал енді орнымызға отырайық. Балалар, біз сіздермен қазір тақырыбымызда сабағымызда топпен жұмыс болғаннан кейін қазір біз сіздермен жаңағы случайный цифры деп айтады, сол бойынша біз топқа бөлінейік. Міне балалар, қазір бірінші топқа бізде Айым, Камила, Нұрасыл, Алтын, Мирас отырса, бірінші топ. Екінші топқа балалар бізде Әмір, Дәмір, Бағдаулет, Нұрали және Қайсар отырса, соңғы үшінші топқа Тілеужан, Аружан, Ислам және Анар отыра қойыңыздар. Қазір топпен жұмыс болғаннан кейін бірінші топ, екінші топ. Орындарыңызға отырса, енді балалар бізде қазір тақырыпқа назар аударайық. Балалар, тақырыпты біз сіздермен бастамас бұрын, қазір бірінші сіздермен ой толғау болсын, кішкене миға шабуыл жасап, берілген суреттерге байланысты балалар бүгінгі күннің тақырыбын анықтап алайық. Қазір сіздерге суретті көрсетемін. Осы 4 суретке байланысты бүгінгі күннің тақырыбын анықтайық балалар. Тақтада не көріп тұрмыз? Жақсы. Яғни екі сүйек көріп тұрмыз, екі түрлі, екі түсті сүйек. Жақсы, содан Қазақстан территориясы бар. Тағыда не бар соңғы суретте? Батырлардың несі бар? Сауыты, яғни, жаңағыда доспехи. Сол сауытқа байланысты. Енді осы суреттер бізге қандай мәлімет бере алады олар? Тақырыпқа қалай қатысы болуы мүмкін? Қазақ хандығына, қазақтың сектері, қара сектері. Яғни әлеуметтік несі болуы мүмкін? Әлеуметтік таптарға байланысты қазақ хандығының әлеуметтік сектесіне бар. Жарайсыздар балалар, тақырыпты жаңағы суреттермен өте жақсы жұмыс жасап жатсыздар. Енді осы суреттің тақырыбын балалар сіздермен анықтап алайық. Міне, бүгінгі күннің тақырыбы балалар дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері. Дәптеріңізді ашып балалар, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қойыңыздар. Біз сіздермен балалар, бұл сіздерді 26-шы параграф балалар. 96-шы бет ашқанында 26-шы параграф ашқанында. Тақырыпты жазып па?
біздің бүгінгі күннің мақсаты, сабағымыздың мақсаты. Бүгін біз сіздермен қазақтардың әлеуметтік жіктеуіне тән ерекшеліктерді анықтау үшін мына келесі терминдерді қолданамыз. Ақ сүйек, қара сүйек, хан, сұлтан, би, батыр және тағы басқа ұғымдарды пайдаланамыз. Және келесі балалар бізде екінші мақсатымыз дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін, яғни қоғамдағы қызметтері туралы біз сіздермен талқылайтын боламыз. Түсінікті ма? Балалар, қазір мен сіздерге қысқаша түсіндіріп өтейін. Біздің дәстүрлі қазақ қоғамы, мына қазақ хандығы құрылғаннан кейін 15-18 ғасырлардың тұсында осындай таптарға жіктелген. Яғни екі үлкен таптар бар, олардың ішінде ақ сүйектер және екінші тармақта олар қара сүйектер. Қара сүйектер дегеніміз балалар бұл қарапайым халықты қазақ даласында солай деп атап кеткен. Немесе қара халық деп айтады. Бұл жерде қара деген кезде оның түсіне емес балалар. Қара деген ол алапат күшке ие немесе жаңағындай өте көп деген мағынада айтылады. Қара халық деп. Бұл жерде енді қараңыздар балалар. Қара халыққа кіретін бізде қара сүйектер кіреді. Билер кіреді, батырлар кіреді, ақсақалдар және халықтың өзі. Сонымен қатар бұл жерде қара халыққа жаңағы ерігі жоқ, яғни бостандығы жоқ, құлдары да күндерде кіре береді. Қазақ даласында соғыс тұтқындары яғни. Ары қарай ақсүйектер қатарына балалар бізде хандар жатады, сұлтандар және қожалар. Хан болуға құқығы бар бізде тек қана Шыңғыс тұқымынан тарайтын қазақ хандары ғана бола алады. Яғни Шыңғыс тұқымынан тараған бізде таптар, олар бізде төрелерге жатады. Төрелер 300-ге де кірмейді, яғни сіздер оны білесіздер. Олар төрелер билеуші тап болғаннан кейін олардың ғана құқығы болған таққа таласа алатын, немесе таққа үміткер бола алатындай. Түсінікті ме? Ал төрелерден шыққандарды бізде көбінесе сұлтандар деп атады. Сұлтандар балалар ұлы ханды таңдағаннан кейін олардың қызметінде болады. Мысалы, белгілі бір Түркістан аумағын басқару үшін жаңағы сұлтандарды қызметке хандар тағайындап отырады. Түсінікті ғой? Бұндай мысал ретінде келтіретін болсақ, Есім ханның тұсында Тұрсын ханның жаңағы Ташкент даласын сол кезде билік етуге рұқсат берді ғой, бірақ ары қарай байқанда ол тіпті азамат соғысында да алып келе жаздаған кезінде болған. Келесі ақсүйектерге жататын, бірақ Шыңғыс ханның тұқымына жатпайтын бізде бұлар қожалар болар. Қожалар бізде ақсүйекке жату себебі бұлар қазақ даласында ислам дінін таратушылар, білімнің былай айтқанда қожайындары. Олар салық төлемеген, сұлтандар сияқты да оларда да салық төлемеген. Керісінше бұларға былай айтқанда көптеген қоғамда жеңілдіктер қарастырылған. Түсінікті ме? Оларды ұрып соғуға болмайды, немесе жаңа сұлтандарға қарапайым халықтардың қызметі болу керек. Сонымен қатар сұлтандармен олар қыз алысып, қыз берісе алмайды. Сұлтандар өз арасында ғана не істейді? Жаңағындай ақсүйек тұқымынан шыққан қыздарды алып некелерін қиып отыруға тырысқан. Яғни аристократиялық өздерінің хандарын қолымыстарын сақтап қолға тырысқан. Түсінікті ма? Так. Енді балалар біз сіздермен мына келесі тапсырманы орындамас бұрын балалар мына мәселеге назар аударып қарайық. Мен сіздерге көрсетейін. Келесі бізде балалар осы таптарға байланысты, әлеуметтік жіктеліске байланысты мына топтық жұмысты жасау керек. Бізде 3 топ бар. Бірінші топ ақсүйектер тобы, екінші топ бізде қара сүйектер тобы, үшінші топ би және батырлар тобы. Бұл жерде неге би және батырларды бөліп қарастырдық? Себебі бұлар қара халықтан шыққан, былай айтқанда әкімшілік басқару системасына атсалысатын тұлғалар. Жаугершілік заманда билердің рөлі тіпті кейбір хандардың рөлінен де жоғары болған. Олардың сөздері, мысалы, билердің сөздері, мысалы, Төле би, Қазбек би, Айтеке би деген сияқты. Олардың заңнамалық тұрғында қабылдаған шешімдері кейбір хандардың тұсында, мысалы, өте жоғары деңгейде қарастырылған. Түсінікті ғой? Тәуке ханның тұсында билердің билігі естеген заңнамалық тұрғыда тағайындалған. Түсіндіңдер ғой? Сол себепті бұны жеке қарастырамыз. Сіздердің қазір біз
жасанды интеллектті пайдалана отырып, мысалы ChatGPT мен Heigen платформасын пайдалана отырып, әлеуметтік топтардың қоғамдағы құқықтары мен қызметі жайлы біз сіздермен постер жасауымыз керек, және де видео жасауымыз керек. Видео жасау үшін балалар ChatGPT-ді сіздер жазып алған қолданасыздар, және ол жердегі промптты алып, жаңағы неге Heigen платформасынан не істейсіздер, енгізесіздер. Екі адам жасанды интеллектпен, топтағы екі адам жасанды интеллектпен жұмыс жасаса, қалған екі адам, немесе үш адам сіздер постер жасайсыздар. Түсінікті ме? Бұл сіздерде қосымша ақпаратты балалар 26-шы параграфтан сіздер табасыздар. Қазір 96 бетті ашып, сол жердегі 26-шы параграфтан жұмыс жасасаңыздар. Сіздерге қазір мен нақты алгоритмді тарап берейін. Осы алгоритм бойынша балалар сіздер жұмыс жасайды. Сіздерге қазір қосымша ақпарат берейін. Мына ақпаратқа сіздер постер жасайсыздар. Қызметтері жайлы. Сіздерден сіз қараңыз, егер комейлі телефонмен жасайтын болса, сіз ақпаратты постерға жазып дайындаласыз. Сіздерде қазір бағылы постер жасасаңыз, қорғауға дайындалып жүргендер. Сіздер қара сүйектердің, қара халықтың қызметі және қандай құқықтары бар, демалыстықтары қаншайсыздар. Қара сайын халықтар, ақсақалдар өткен айлардың қандай құқығы болған. Қандай болған, қандай қарызымыз болған. Мына сонда видео дайын болды. Қазір осы видеоны баяндағанда сіздер қорғау керексіздер. Яғни постердің орнына сіздер видео материал жасалды. Енді осы видеодан кейін сіздер ақсүйектерге байланысты мәліметтер беруіңіз керек.
баштайлы. Sizce dayım oldu mu? Qaysi? Yaxshi. Sandagı mağın қазір жаңа біздің WhatsApp-тағы группаға жібере салыңыздар. Sizде де арыздан дайын болыпты. Енді қазір постерға сіздерге уақыт, одан кейін қорғауға аласыздар. Sizde de dайын ба? Жақсы. WhatsApp группасына қазір сіздер жіберіңіздер. Сосын қорғауға дайынсыздар ма? Жақсы. Жақсы. Сәттіңіздер. Мына жерге мән беріп қараңыздар балалар. Әлеуметтік топтардың құқықтары мен қызметі жайлы сіздер баяндап қорғап беріңіздер. Мысалы қарапайым адамдарды жиындарға, құрылтайларға қатысуға рұқсат берілген. Бұл туралы жазсаңыздар болады. Үш минут уақыттарыңыз бар олар. Дайын болсаңыздар, маған бере беріңіздер, мен ажиден қазір барлыққа жасап. Екі видео дайын болыпты. Және? Дәстүрлі қазақ қоғамында әлеуметтік жүктеу. Жақсы, видеоларыңыз керемет шыққан сияқты, ажиден қарап жатырмын. Қазір енді қорғауға балалар дайынсыздар ма? Қай топ дайын? Жақсы, онда тағы да 2 минут сіздер күтіп тұрайын, әлі уақыттарыңыз бар. Bir minut uақыттарыңыз бар. Қазір қорғауға әрбір топқа балалар 2 минут уақыттан береді. Bunlar mı olur? Жақсы балалар, онда енді қазір уақыт болды. Қазір біз сіздермен бірінші топтан қазір активті тобынан бастайық. Одан кейін екінші топ дайын отырсын, үшінші топ еңбек мен батырлар тобы сіздер соңғы болып қорғауға шығасыздар. Ақсүйектерінен қайсы сіздердікі ақсүйектер? Сіздікі қай видео? Біріншісі ма? Соңғысы? Жақсы, қазір соңғысын ашайын. Дәстүрлі қазақ. Үлкейтейік.
жасанды интеллектпен келген программасы бойынша жасап шықтыңыздар, жақсы. Ортаға 2 адам шықса, қорғайтын топтың атынан. Қалған топтар сіздер назар аударып қарап отырсаңыздар. Қазір барлығын тоқтатыңыздар, уақыт болды. Енді сіздер ақсүйектерге байланысты мәлімет алуыңыз керек. Бірінші видеоны көріп алайық. Қоғамында әлеуметтік жүктелу негізінен ақсүйек және қарасүйек деп аталатын 2 негізгі топқа бөлінді. Бұл жүйе қазақ халқының бірегей әлеуметтік құрылымын көрсетеді және ғасырлар бойы сақталып келген. Ақсүйектердің ішінде хандар мен сұлтандар саяси элитаны құрап, мемлекеттің билігі мен басқару жүйесін жүзеге асырды. Олардың маңызды шешімдері елдің саяси тағдырын және халықтың болашағын айқындап отырды. Қожалар діни жетекшілер ретінде қоғамның рухани өміріне бағыт беріп, халықтың діни сауаттылығын арттыруға және ислам дәстүрлерін сақтауға зор үлес қосты. Олардың рөлі қоғамдық бірлікті нығайтты. Дәстүрлі қазақ қоғамында әлеуметтік жүктелу негізінен ақсүйек және қарасүйек деп аталады. Жақсы, яғни біздің видеода қандай мәліметтер көрдік, балалар ақсүйектерге жататын қандай таптар бар екен? Ақсүйектерге жататын бізде жаңа айтылды ғой. Хандар, сұлтандар, қожалар, жақсы, билер жатпайды бірақ. Жақсы, айта қойыңыздар. Енді сіздер осы хандар мен сұлтандар және қожалар қандай қызмет атқарғандығы жайлы бізге баяндап берсеңіздер. Ақсүйектер тобы әлеуметтік сатының жоғарғы сатысында орналасқан. Олардың бірінші тобында Шыңғыс ханның ұрпақтары жатады. Ал екінші топқа қожаларды жатқызамыз. Шыңғыс хан ұрпақтары төрелерді сұлтан деп аталды. Сұлтандар өздерін түркі моңғол тайпаларының бірде-біреуіне жатқызған жоқ, оларға бөлінген жоқ. Тек генеалогиялық құқыққа ғана негізделген Шыңғыс хан ұрпақтарының саяси билігі мен этикалық маңызы болған жоқ. Әлеуметтік иерархия шынында сол хандар ғана қалыптасқан. Жақсы. Сонымен қатар қызметтер туралы айтсақ, ол қожалар сол ру тайпалардағы халықтағы діни жағдайларын жүргізген. Жақсы, діни мәселелерге байланысты құрылтайлар қатысып отырған, Хандар мен сұлтандар халықтың саяси жағдайларын жүргізген. Жақсы, керемет. Сұрақ бар ма? Бірінші топқа? Жақсы, отыра алыңыздар. Керемет. Видеолар ұнады ма, балалар? Видео керемет жасалған. Бірақ бірінші фотодағы кісі, видеодағы кісі Марко Полоға ұқсайды екен, Ағай, енді келесі балалар бізде қай видео сіздерде? Екінші осы видео ма? Екінші топтан 2 адам шықса. Қазақ? Маған кәдімгі өзгертейін. Сіздерде 2 минут бар балалар. Қазір бірінші көріп алайық. Видеосын қарайық балалар. Видеолар керемет шыққан сияқты. Тыңдаймыз. Хандығындағы қара халықтың әлеуметтік құрылымы өте күрделі болды. Олар қоғамның негізін құрады. Бұл топқа ақсақалдар, бай иелері, білікті жауынгерлер және қарапайым көшпелі малшылар кірді. Ақсақалдар қауымдастықта ерекше құрметке ие болды. Олар даналық пен тәжірибенің символы еді. Бай иелері, яғни билер, мал шаруашылығымен айналысып, қоғамның экономикалық тірегі болды. Батырлар, яғни білікті жауынгерлер, хандықты қорғап, ерлікпен бат. Қазақ хандығындағы қара халықтың әлеуметтік құрылымы өте күрделі болды. Олар қоғамның негізін құрады. Бұл топқа ақсақалдар, бай иелері, білікті жауынгерлер және қарапайым көшпелі малшылар кірді. Ақсақалдар қауымдастықта ерекше құрметке ие болды. Олар даналық пен тәжірибенің символы. Жақсы балалар, енді видеоларыңыз мына жерде дұрыс жазылмаған ғой. Қарапайым халықтың құқықтары Тауке ханның 7 жарғы заңымен қорғалды. Бұл теңдікті дәріптеді. Көшпелі өмір салты мен дәстүрлер олардың күнделікті тіршілігінің ажырамас бөлігі болды. Осылайша қара халық қазақ хандығының тірегі болып, оның мәдениеті мен мемлекеттілігін қалыптастырды. Бұл құрылым қазақ халқының бірегей тарихы мен дәстүрлерін айқын көрсетеді. Енді толық көрдік, енді сіздер балалар қарапайым халыққа байланысты, енді қара халықты бізде қара сүйектер деп атаған, оның ішіне қандай таптар жатқан екен қара халыққа? Оған қарапайым халық және де билер, байлар немесе батырлар жатқан. Жақсы, керемет. Біз осындай қара сүйектер туралы қоздырсадық.
қаресектердің қызметі мен құқықтары. Және де айтқандай қаресек болу үшін қаресектер ешқашан да ақсек болмаған, яғни ақсек болып туу керек. Ол ақсек болу үшін Шыңғыс хан ұрпағы болу керек. Жақсы, яғни көбінесе ақсүйек болып, тек қана туылу керек, иә? Шыңғыс хан ұрпақтары ғана ақсүйек болды. Жақсы. Айта кеткенде ақсүйекте қарапайым халық, билер, байлар жатады және батырлар. Олардың әрқайсысы құқықтары бар және еркін тәуелсіз халық болған. Жақсы, тәуелсіз халық болған. Керемет. Қарасүйектер соттық шешім жасай алған және қарапайым адамдар жиындар мен құрылтайларға қатысу құқықтары болған. Рулы қауымдастықтар әр адамның құқығын қорғаған болған және айыпсыз өлтірілмеген. Дұрыс. Яғни көбінесе әрбір адамның, яғни қазақ хандығында өзінің құқығын істеген, сақталған және қорғалған. Дұрыс балалар. Бізде көбінесе қазақ даласында не бар? Балалар жаңағындай демократиялық принциптер сақталғандығын айқын көбінесе байқай аламыз. Жақсы, сұрақ бар ма? Жақсы, енді соңғы топ бізде балалар үшінші топ қалды. Үшінші топ бізде би мен байлардың тобы. Соңғы видеоны қарайық балалар. Қазақ хандығының ең маңызды тірегі билер мен батырлар еді. Билер қоғамдағы әділдік пен тәртіптің кепілі. Ең маңызды тірегі билер мен батырлар еді. Билер қоғамдағы әділдік пен тәртіптің кепілі. Олар дау-дамайды шешіп, ру мен жүздердің арасындағы келісімді қамтамасыз етті. 300-дің әрқайсысының өз бас биі болған. Кіші билер болса, ауыл мен тайпаларды басқарды. Төле би, Қазбек би, Айтеке би сияқты атақты билер қазақ халқының тарихында әділдік пен даналықтың символы болды. Батырлар қазақ хандығының әскери күшінің негізі. Жаугершілік заман қазақ хандығының ең маңызды тірегі билер мен батырлар. Билер қоғамдағы қарсы тұруға міндетті еді. Бөгенбай, Табанбай, Наурызбай сияқты қолбасшылар елді жаудан аман сақтаған. Тіпті кейбір мықты хандар, мысалы Абылай хан, Салхан Жәңгір хан, соғысқа қатысып батыр ретінде ерлік көрсеткен. Билер мен батырлар мемлекеттің құқықтық және әскери тірегін құрады. Олар қазақ хандығының тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Осылайша билер мен батырлар қазақ қоғамының жүрегі және қорғаушылары болды. Жақсы, керемет. Видеоны алдымен бала сіздерге. Мынау видео маған ерекше ұнады. Себебі батырлар мен билердің көрінісі өте жақсы көрсетілген екен. Енді осы сіздерге байланысты билер мен батырлардың қандай құқықтары мен қызмет атқарғандығын бізге айтып берсеңіздер. Билер әдептік құқықтық қолдауға құрылтай қатысып мемлекеттік шешімдерге ықпал етті. Ру мен тайпа басшысы сот, әкімшілік және әскери билікті орнатты. Жақсы. Яғни көбінесе сот билігін басқарып отырған, иә? Батырлар. Батырлар руларды басқаруға да араласқан, жерді қорғаған, кәсіпқой әскери ержүрек жауынгер. Әскери жасақтарды басқарған. Ерлігін, күші мен батылдығын ақын жыраулар арқылы елге таратты. Жақсы, керемет балалар. Жаңағы мен видеода жақсы бір мағлұмат алдым. Сіздер айтпадыңыздар, бірақ оны көбінесе балалар батырлар болып тек қана қарапайым халықтар емес. Соның өзінде мысалы мына Ақсүйектен шыққан сұлтандарда да, хандарда да батыр атағын алған, иә? Ержүректілігімен бізге танымал болған қандай хандарды білеміз? Жаңа айтылды. Хандардың ішінде. Абылай хан бар, иә? Кенесары бар және Тәуке хандарда да соғыстар жорыққа аттанып жүрген, иә? Соғыстарға қатысқан. Тіпті мына Салхан Жәңгірдің өзінде біз білеміз, иә? Соғыс кезінде жоңғарларға қарсы соғысып жүргенде қайтыс болған екен. Жақсы, отыра қойыңыздар. Енді балалар, тақырыпты бекіту үшін балалар біз сіздермен келесі мына штрих-кодты балалар сіздер өтсеңіздер, қазір осы жерде тақырып бойынша біздерде тест бар, шағын тест. Осыған байланысты сіздер қазір телефондарыңызды алып, штрих-кодты қазір сіздер тестеңіздер. Біз сіздермен тест шешіп, тақырыпты өзіміздің білімдерімізді бекітіп алайық.
Жақсы, аштыңыздар ма? Ашылды ма? Жақсы, 14 бала отыр ма? Көрейін, ашып қарайын. Жақсы, барлығы тіркелген сияқты. Енді балалар қазір біз бастайық. Тестке байланысты, кәсіпкерлік тест келіп, жауаптарыңызды беріп отырыңыздар. Назар жауап берді. Ислам жауап берді. Жақсы. 11-і жауап берді, 3-еуі сұлтандар мен қожалар деп жауап берді. Қалған шыңғыс ұрпақтары. Дұрыс балалар, ақсүйектер тұқымына көбінесе шыңғыс ұрпақтары ғана емес, мына жерде көбіңіз шатасыздар, 3 адам дұрыс жауап берген екен, сұлтандар мен қожалар керек. Тек қана шыңғыс ұрпақтары ғана емес. Сұраққа, келесі сұраққа назар аударып қараңыздар. Ұрпағы болды, дұрыс балалар. Қазақ қоғамында сұлтан ата тек қана шыңғыс тұқымдарына ғана беріледі. Келесі сұрақ енді. Келесі сұрақ. Қожалардың сұлтандардан негізгі айырмашылығы неде болды? Қожалар өзтегі Мұхаммед пайғамбардан және олардың, яғни қасындағы дін таратушылардың таралған деп айтылады. Бұл дұрыс балалар, яғни дұрыс ответі осы. Жақсы, ағайы бар. Жақсыңыз дұрыс жауап беріңіздер. Тездетейік балалар. Жақсы балалар. Елдердің негізгі қызметі қандай болған? Әдетте құқықтық сот жүргізу. Жақсы, ары қарай келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Барлығыңыз дұрыс жауап беріпсіздер. Келесі 24 сұрақтар болады. Сұлтандарды жазалауға күн су жетеді. Бұл туралы бағана айтылмады, ешқандай мәліметтерде. Сұлтандарды жазалауға сұлтандар кімге қызмет етеді деп айтып бермеді. Дұрыс. Оны яғни жазалау құқығы бар, қанун құқығы бар. Жақсыңыз жауап бере алмай қалыпсыздар. Келесі. Қарапайым көшпелілер не деп айтамыз біз? Қара халық дейді, иә? Жақсы. Барлығын дұрыс жауап беріңіздер. Енді соңғы сұрақтар балалар. Үміткер болу дейді, сұраққа дұрыс жауап беріпсіздер. Ары қарай барамыз сұрақтарды, кім қате жауап беріп отыр, қарап отырсаңдар. Енді екі сұрақ бар, болып сөйлейді. Қай әлеуметтік топ жүздерге кірмеген? Жаңа айтылды ғой, ақсүйектер қауымы кімдер
яғни көрелер, бұлар 100-ге теңеген, иә. Ары қарай соңғы сұрақ қалар. Қазақ хандығында құлдардың әлеуметтік жағдай қандай болды? Олар толықтар дұрыс балар. Яғни құлдар бұл жерде мемлекеттік қызметкерлер атқарамайды, олар толықтай құқықсыз болған. Барлығының балалары олар көбінесе өзінің қожайын айтқанына қарай айтқанда жасауға құқығы болған. Басқа оларға құқығы жоқ. Олар тіпті жиындарға да құрылтайға да қатыспаған. Жақсы. Енді балалар келесі тапсырма бізде рефлексияға байланысты. Біз сіздермен қазір мына QR код арқылы сіздер тақырыпты қалай түсіндіңіздер, сабақ сіздерге ұнады ма деген сұрақтарға жауап бересіздер. QR кодпен өтіп, осы сұраққа қазір жауап берсеңіздер. Сабақ қаншалықты сіздерге қызық болды? Жасанды интеллектпен қолдануды үйрендіңіздер ма? Менің ойымша қолдануды үйренген сияқтысыздар. Яғни видео жасаудың өзі сіздерге үлкен көмегі, постер жасағыңызда қызықты және көркем. Жауап бердік па? Қазір мен көрейін. Сіздердің жауап бергендеріңізді қаншалықты сіздерге сабақ қызықты болғандығын байқап көрейік. Жауаптарыңызды қарайық. Бүгінгі сабақ маған қызықты болыпты депсіздер. Барлықтарыңыз бүгінгі тақырып маған түсінікті болды дейді. Яғни кейбіреулеріңізге түсініксіз болып қапты, иә? Түсініксіз болып қалған егер сұрақтарыңыз болса, маған қазір қойсаңыздар болады. Ары қарай сабақта белсене қатыстым. Жақсы, кейбіреулеріңіз кейбіреулеріңіз 5 балл қойыпсыздар, ол яғни маған топпен жұмыс жасаған ұнады депсіздер. Жақсы, көбісіңіз соған басыптар, иә? Жасанды интеллектпен жұмыс істеп үйрендім дейді. Яғни біздің бүгінгі былай айтқанда сабақ мақсаты толықтай орындалды деп мен өзім толықтай ойлаймын. Себебі жасанды интеллект арқылы біз бүгінгі тақырыптың несін мәнін мағынасын аша аламыз, иә? Мақсатымызға жеттік па біз бүгін сіздермен? Жақсы, керемет балалар. Енді қазір үйге тапсырма жазып алыңыздар. Үйге тапсырма балалар дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік таптардың танымал тұлғалары. Осы, яғни сіздер әлеуметтік таптарды қазір талқыладық қой. Сол әлеуметтік таптардың ішінде ең танымал болған тұлғаларды сіздер эссе ретінде жазып келесіздер. Яғни бүгін балалар сіздермен біздің түсінгеніміз билер мен батырлардың, хандар мен қарапайым халықтың ең бірінші былай айтқанда олардың құндылықтары не болған балалар? Олар біріншіден әділеттілікті және де жаңағындай өздеріне әділеттілікті ту еткен, иә? Олар ешқашан былай айтқанда өтірік немесе жалған үкім шығармаған. Егер жалған үкім шығаратын болса, оларға басшы ретінде немесе жаңағындай қарапайым халықтың өзінде еркі болған, иә? Әділдікті өзіне ту етіп ұстаған адамдар болғанын біз сіздермен біле алды, иә? Ол біздің былай айтқандағы Абқадай сөзімен тікелей байланысты деп айтсақ та болады. Түсінікті ғой, иә? Жақсы балалар. Енді барлығы түсінікті болса, үй тапсырмасын жақсылап орындап келіңіздер. Келесі сабақта кездескенше. Сау болыңыздар.